Мағрипаның анасы басында жай ауырып қалған еді. Анасы осыдан 2 апта бұрын өте жаман белгісіз ауруға шалдығып, күні бойы төсекте жататын. Және бір қызығы, ол ұйықтап жатыр ма, ояу жатыр ма белгісіз. Мағрипа анасын өте қатты жақсы көреді. Және анасының ауырып жүргеніне қатты мұңаятын. Сөйтіп анасы бүгін бірінші рет төсектен тұрады. Және анасы өте қатты өзгерген. Ол Мағрипамен сөйлеспейді, тамақ жасамайды, және үйдегі перделердің барлығын жауып тастаған. Үй тас қараңғы, және Мағрипаның Том деген мысығы да 1 апта бұрын жоқ болып кетті. Мағрипаның анасы түнде оянып, далаға кетіп, таңда бір оралады. Және таңнан түнге дейін ұйықтайтын болды. Ал түнде Мағрипаның анасы Мағрипа ұйықтап жатқанда түні бойы тесіліп қарайтын. Бірақ оған тиіспейтін. Бірақ Мағрипа қозғала да сөйлей де алмай қалады. Осылай 1 апта өтті. Бір күні Мағрипа анасы жоқ кезде бөлмесін тексермек болады. Мағрипа бөлмеге кіргенде, бөлменің іші өте қатты лас және іші сасып тұр. Бөлме болса шашылып жатыр, ал анасы жататын кроватта кішкене сынған. Мағрипа анасының бөлмесі 3 аптаға жуық уақыт жиналмағандықтан, ол жинастыруды шешеді. Бірақ ол анасының келген дыбысын естіп, бөлмеден шыға алмай қалады. Және шкафқа тығылады. Анасы бөлмеге кіреді, яғни анасының кейпіндегі құбы жоқ. Оның денесі 4 есеге толып кеткен, және түрі қатты өзгерген. Мағрипа, қызым, сенің осында екеніңді білемін. Маған су алып келші. Бүгін міне Мағрипаның мектепте бармағанына 2 апта болды. Сондықтан оның үйіне мектепте тексерушілер келді. Олар үйге кірді және айқайлап анасын шақырып көрді. Бірақ ешкім сөйлемегендіктен олар бөлмеге тексеруді көрді. Осылай олар анасының бөлмесіне кіреді. Кірсе, бұл ешқайда да Мағрипаның анасына ұқсамайды. Және ішін біреу тесіп шыққандай көрінді. Және